Так, веб файл браузер дейді. Файловый сервер ғой. Соны браузерде ашылады. Так, осындай меню созать еттім, дайын меню. Ішіне кірсеңіз осындай меню шығады. Так, статусты қарайым, 3-ті басам. Сол кезде статус шығады. Бұл адресі, жаңа браузермен ашатын адрес. Пользователь, сосын пароль. Сосын қай папканы бөлістім. Сосын қазір остановлен деп тұр. Ол информация қай жерде жатыр. Мына оң жақ менюның оң жақ мышканы басып, изменить басасыз сіздер. Или нотепадпен ашасыз. Сол кезде мынау шығады, міне ең жоғарысында username, password и folder и порт ауыстырсаңыз болады осы жерде. Мысалы, папканы ауыстырғыңыз келсе, мысалы мына папкаға ауыстырғыңыз келеді, бөліскіңіз келеді осы папканы. Онда мына жерге жазасыз, осыны кетіріп тастайсыз, осы жерге ставить етесіз. Сосын пароль, міне password 1 2 3 4 5, username, admin, осы жерде өзгертсеңіз болады бәрін. Портты да сол. Так, 3-ті қарайым, остановлен деп тұр. Запустить етем, 1-ді басам, запустить етіледі. Разрешить дегенді басам, разрешить доступ. Енді 3-ті басам, уже работает деп тұр. Мына жерде қандай не порт занят, соның бәрі тұр. Мынау арқылы кірсеңіз болады, бүйтіп копировать етіп. Или 4-ті басасыз, 4. Сол кезде сайт ашып кетеді. Осындай не шығады. Мынаны через телефон арқылы, через басқа компьютер арқылы локальный сетпен, бір сетте, бір Wi-Fi-да отырсаңыз, осыны бөліссеңіз болады. Осыны терсеңіз телефонда или басқа ноутбукта или басқа компьютерде деген сияқты. Тересіз да осындай сайт шығады. Войти-ді басасыз. Парольді қайдан білдім? Так, пароль. Пароль деген ол міне 3-ті басам мына жерде. Осы жерден біліп аламын. Админ, пароль 1 2 3 4 5. И осы жерге терем. Админ 1 2 3 4 5 пароль. И логинді басам, кіріп кетеді. Осындай файловый веб браузер. Мына жерде настройкке кіріп өзіңіз орысша қойып аласыз деген сияқты. Парольді өзгертесіз, орысша қойып аласыз. Мына профиль settings деп тұр ғой, соған. Біреуге парольді өзгертетін, сосын мынау русский языкке қоямыз. Сосын user management деген бар. Так, русский қойып жіберейік қазір. Так, управление пользователями деген бар. Мына жерде қазір админ деп тұр ғой. Парольді админ деп тұр. Мына жерде новый создать етсеңіз болады, басқасын. И біреуге бересіз, мысалы. Файлы деген жаңағы мен қазір мынаны бөлістім, загрузки деген папканың іші ғой. Соның іші мынау. Ішіне кірсеңіз болады, папка создать етсеңіз болады, удалить етсеңіз болады деген сияқты. Бәрін істеуге болады осы жерде. Так, бұл не істейді? Disk деген папка бар. Ол жерде OpenSSH, сосын файл браузер, сосын Run Hidden Console деген программалар бар. Бұны мына жерден скачать етіп аласыз. Егер обновить етіңіз келсе новый версияға. Осы жерге басасыз. Мысалы, міне веб браузер, файловый браузер кіресіз. Мына астына түсіресіз да AMD 64. Так, атау алайық. Мынаны скачать етіп аласыз. Linux екен ғой, Linux. Так, Windows-қа арналған қазір табамыз. Так, осы версияға кірем, сосын барып іздейм. Міне, осы скачать етіп алам. Сосын келесі OpenSSH. Тоже версияға кіреміз. Сосын астына түсіреміз да, Windows тауып аламыз. Так, міне мынаны скачать етем мен. Осыны скачать етесіз да, осы жерге құйып жібересіз, кетіріп тастайсыз, құйып жібересіз. Так, келесі мынау. Бұл Run консоль. Мынаны скачать етесіз. Сосын мына жерге құйып жібересіз, осы жерге. Мынаның исходный коды мынандай.
Енді бесті басамыз. Ал 4-ті бассаңыз сайт ашылып кетеді. 5-ті бассаңыз бұл бүкіл әлемге жаңағы локал хостта сіздің компьютеріңізде жаңағы файловый серверді бүкіл әлемге таратады, домен береді временный. Так, 5-ті басам. Осындай қара қошқы шығады. И QR код арқылы телефонмен сканировать етсеңіз болады. Камера қосып жіберіп та, немесе мына жерде копировать етіп осы ссылканы міне артық осындай да міне, сосын алдында осындай цифрлар, жазулар. Осыны копировать етіп аласыз. Оң жақ мышканы бассаңыз копировать етіледі. Сосын WhatsApp-қа, Telegram-ға, любой адамға жіберсеңіз болады. Уже арақ-қашық разница жоқ. И ол адам, мысалы басқа адам ставить етіп кіріп кетеді осылай. Главное, интернет болса болды ода. Бір сет керек емес, просто интернет болса болды. Так, парольді айтасыз, админ деп. И 1, 2, 3, 4, 5 ішіне кіріп кетеді. Жаңағы бүкіл әлем осыны қарай алады. Любой досыңызға жіберсеңіз болады деген сияқты.